Саламатсыздар ма, қымбатты студенттер? Біздер бүгін дәстүрлі куратор сағатына тағы да міне келіп отырмыз. Бүгінгі біздің куратор сағатымыздың тақырыбы вакцина және біз. Вакцина қаншалықты тиімді деген тақырыпта жүреді. Барлығымызға белгілі, мынау коронавирус тәжал міне біздің ортамызда жүргеніне де жылға жуық жылдан артық уақыт болды. 14 наурыздан бастап біздің онлайн жүйесінде білім алып жатқанына да бір жыл болады екен. Осыған байланысты қазіргі таңда міне көктем маусымы келе жатыр. Коронавирустың осы наурыз айының ортасында тағы да бір асқынатын, ушығатын уақыты келіп тұр деген болжамды айтады. Бұның әрине бұл көктем жыл маусымының ауысуына да байланысты. Сондықтан біз осы тақырыпқа байланысты вакцинаны біз қазір қалай қабылдауымыз қажет. Бұлай қарасаңыз, шындығы керек, бұл тақырып көпшілік үшін жабық тұрған тақырып секілді. Өйткені осы ковидке байланысты сіздер білесіздер, жаздың кезінде аурудың мықты асқынуына байланысты шындығы керек біздің ортамыздан көптеген жақындарымызды мезгілсіз ажал алып кеткендігін жақсы білеміз. Өзімізге ортамызда жүрген өзімнің жетекшім, әріптесіміз болған филология ғылымының докторы, ұстазым Баян Тәліпұлы Бораш ағай, ол кісі де осы ковидтің кесірінен қайтыс болды. Өзіміздің тағы да басқа әріптестеріміз, Сабыржан Жұбаев ағай, әріптесіміз университеттегі әдіскер Үнжу апайларыңыз, осы қатар әрине өте азайған жоқ. Енді шындығында осы жаз маусымында осы ковидтің кесірінен түрлі деңгейде байқалды ғой. Өз басымда екі өкпенің қабынуы салдарынан, қанның қоюлануы салдарынан менде біраз уақыт науқастанып ем алған болатынмын. Ал енді қазіргі кезеңде ең алғашқы уақытта вакцина беріледі деген кезеңде өз басымызда жоқ, біз қабылдамаймыз. Ол аз уақытта жаңағы осы емге кірейін деп отырған нәрсе, ол шындығында да оны алу мүмкін емес деген ой барлығымызда да пайда болғандығы шындық. Өз басымда да осындай ой болды. Бірақ қазіргі кезде менің өзім ойлана бастадым. Жаз кезінде қатты науқастанып ауырғандығым шындық. Әйтеуір жаңағы емделудің арқасында, Алланың арқасында аман сау қалдық. Дегенмен де қазіргі кезеңде біз осы науқасқа өз басым екінші рет шалдығатын болсам, қандай болуы мүмкін? Мен неге алдын алмаймын? Мүмкін вакцинаны алуым дұрыс шығар дейтін секілді ой менде де пайда бола бастады. Сондықтан бізде былай қарасаңыз, менің басымдағы осындай сұрақ студент жастардың ойында да отырғандығы ақиқат. Осы мәселені өз ортамызда талқылайық, шешіп алайық. Қандай пікірге келуіміз керек? Әрине осы бір куратор сағатының аясында ол түбегейлі шешіліп кетпеуі мүмкін. Дегенмен де осы мәселенің шешімін тауып алуға тырысайық дейтін мақсатпен осы куратор сағатын біз жоспарлаған болатынбыз. Енді осы куратор сағатында біздер вакцинаға қатысты қарапайым халық қандай пікір білдіреді? Немесе осы ковидке қарсы вакцинаны алған жергілікті тұрғындардың арасында адамдар бар, дәрігерлердің арасында адамдар бар. Олардың жай күйі қазір қандай күйде? Дәрігерлер бізге қандай кеңес береді? Осы мәселелердің барлығы бейнеролик түрінде сіздерге көрсетіледі. Және осы куратор сағатында осы бүгінгі тақырыпты алып шығатын куратор ол мен өзім, Ұлықпанова Әлия Жолдасқалиқызы. Өзімді біздің куратор сабағымызға қатысып отырған екі шет тілі мамандығының студенттеріне таныстырып қояйын. Кураторлық сағатымызға Ағайша Каратаевна, біздің әріптесіміз, университетіміздің белді оқытушысы, өзінің тобымен келіп қатысып отыр. Сонымен қоса, осы біздің әрбір кураторлық сағатымызда қазақ тілі әдебиеті білім бағдарламасы 201 топтың студенті Мақтымханова Аяулым өзімен бірге модераторлық қызметті атқарады. Екеуміз жүргізетін боламыз. Енді осы бүгінгі айтылған мәселелерді кеңінен талқылау үшін сіздерді осы ортаға жиып отырмын.
Осы куратор сағатында сіздердің тағы да бір ойларыңыз туындайтын болса, сұрақтарыңыз болатын болса, сіздер де өзіңіз ойыңызда отырсын. Жақсы, аяулым, сөз кезегі өзіңе беріледі. Рахмет. Сәлеметсіздер ме барлықтарыңызға? Мен сіздерге әуелі вакцина туралы жалпы мағлұмат беріп өтейін қысқаша түрде. Вакцина негізінен микроорганизмдерден алынып, адам мен жануарлар организміне жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында салынатын, яғни егілетін препарат болып табылады. Ал вакцинация жасаудың мақсаты ағзаға вакцина енгізілгеннен кейін спецификациялық иммунитет қалыптасады, яғни иммундық жадының онымен байланысқан кезінде микроорганизмдерден анықталған антиденелерде реакция қосу пайда болады. Бұл ем-шара кезінде ағзаға азғантай мөлшерде вакцина енгізіледі. Ол ағзаға зиян келтіретін белгілі бір инфекцияларға қарсы антител тудырады. Міне осының арқасында ағзаға аталмыш ауруға төтеп беретін иммунитет қалыптасады. Әрбір вакцинаның қатаң тәртібі, оның қолданылу уақыты, оның аясы, қолдануға болмайтын дозалары және енгізілу жолдары бар болып табылады. Елімізде былтырдан бері кең қанат жайған вирустың бірі ол COVID-19 вирусы, яғни коронавирусқа қарсы вакцина алуға қатысты. Қазіргі кезде мемлекеттік шешім қандай болды? Осы туралы информбюро ақпаратын назарларыңызға ұсынсақ. Назарларыңызды бейнероликке аударсаңыздар. Жайлы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болған премьер-министр Асқар Мамин мәлімдеді. Үкімет басшысының сөзінше 29 қарашада клиникалық сынақтардың бірінші және екінші кезеңдері аяқталған. Нәтижесінде вакцинаның кері әсері табылмапты, әрі ол өзінің тиімділігін көрсеткен. Ал 25 желтоқсанда басталатын сынақтардың үшінші кезеңінде 3000 еріктіге екпе жасалады. Сынақтар 2021 жылы наурыздың соңына қарай толығымен аяқталады. Ал осы жыл біткенше отандық вакцинаның алғашқы партиясы 2 миллион доза көлемінде шығарылмақ. Тағы бір атап өтерлігі, 22 желтоқсаннан бастап Қазақстанда ресейлік Спутник 5 вакцинасын өндіру қолға алынады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі вакцина Қарағандыдағы фармацевтика зауытында шығарылуы мүмкін деді. Міне студенттер, өздеріңіз осы коронавирус туралы мәліметті информбюро дайындаған бейнероликтен тамашаладыңыздар. Енді тағы да сіздерге бір бейнероликті назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Мына біздің Ақтөбе облысымыздың бір ең белді басылымы бар, ол Ақтөбе газеті болатын. Осы газеттің журналисі Камшат Қопаева бұқаралық ақпарат құралдарында осы коронавирусты біздің ел, біздің облыс қалай қабылдап жатыр, осы жөнінде өзінің пікірлерімен бөлісіп, екпе алған мынау біздің басшылық тараптарды түгелдей көзімен көріп, осыған қатысты бірнеше сұхбаттар жүргізіп жүрген журналистіміз осы Камшат Қопаеваның бізге берген арнайы сұхбатына назар аударайық. Бізде коронавирусқа қарсы вакцинаға байланысты екі түрлі пікір бар. Бірі қолдайды, екіншісі қарсы. Қарсы болатын себебі вакцина өте аз уақытта дайындалды. Негізі кез келген вакцинаны дайындау үшін кемі 2-3 жыл қажет екен. Әрине мен маманы емеспін, бірақ осы саланы жазып жүрген журналист ретінде өзімнің пікірімді білдірейін. Вакцина шыққан кезде менде де сондай күдік болды. Оның сапасы қандай, қауіпті емес пе деген. Мен бұл сұрақты облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысына және жергілікті ғалымдарға қойдым. Себебі олар министрлік дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірлесіп жұмыс жасап жатыр. Оның үстіне біздің қазақстандық ғалымдар да осы вакцинаны шығаруға өз үлестерін қосуда. Неге вакцина ерте дайын болды? Бұл сұраққа былай деп жауап берді. Ухан қаласында вирус шыққаннан кейін ол бүкіл Еуропаға таралды ғой. Күніне мыңдаған адам вирус жұқтырып, 100-ден адам көз жұмды осы аурудан. Егер вакцинаны шығармаса, ол аурудың алдын алу мүмкін емес еді. Сондықтан ғалымдар денсаулық сақтау ұйымы дүниежүзілік барлық күшті, барлық қаржыны осы бағытқа жұмсады. Негізінде ғалымдардың айтуынша кез келген вакцина ол сол аурудың генін адам ағзасына енгізу арқылы сол ауруға қарсы антителаны қалыптастыру. Яғни осы арқылы адам иммунитетін күшейтіп ауруға қарсы тұра аламыз. Коронавирусқа қарсы вакцинада осындай әдіспен жасалды. Қазір бүкіл әлем осы вакцинаны шығаруды қолға алды. Біздің елімізде өздеріңіз
біздің елімізде вакцинациялау 1 ақпаннан басталды ғой. Сол уақытта облысқа 1000 доза вакцина келді. Журналист ретінде мен сол алған дәрігерлермен сөйлестім. Себебі бірінші кезекте дәрігерлер, қауіпті аймақта жұмыс жасайтын мамандар егілді ғой. Сол кезде байқағаным, көпшілігінде вакцинаның ешқандай кері әсері білінбеген. Олар барлығын жақсы қабылдаған. Енді кейбір адамдарда болған қызу 37 градусқа дейін сондықтан вакцинадан аса бір қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені осы саланы зерттеп жазып жүрген кезде менің байқағаным, әлемді жайлаған жаңағы оба сияқты індеттердің көпшілігі осы вакцинаның арқасында ғана таралуын тоқтатқан екен. Сондықтан әрі саналы азамат өзі ойланып шешім шығару керек. Кәмшат Қопаеваның міне жергілікті ковидке қарсы күрес барысында бұқаралық ақпарат құралдарының меншікті тілшісі ретінде басылымда жиі еңбектері жарияланып жүр. Сол туралы бізге өзі де міне арнайы сұхбат берген болатын. Енді біз осы тақырыпқа қатысты жергілікті халық вакцинаны аламыз ба жоқ па, осыған қатысты қандай ой пікірде? Осы мәселеге қатысты елдің пікірін білу үшін Мақтымханова Аяулым халық арасына шығып арнайы сұрағын қойған болатын. Аяулым, өзіңіздің сұхбатыңызды қоссаңыз. Вакциналық көріністе және COVID-19 вирусына қарсы вакцинаға көзқарасыңыз қандай? Саламатсыздар, мен тұмауға вакцина бұрын алғанмын, қазір алмаймын. Ал COVID-19-ға мен қарсымын вакцина алуға. Не үшін? Оған толық зерттеу жүргізілмеген, сондықтан көзқарасым әртүрлі. Енді дауысы бәсеңдеу естіліп қалды. Дегенмен де бұл арада кафеде дем алып отырған біздің жас сұхбат беруші адамымыз вакцинаны алуға мүлдем қарсымын. Өйткені бұл әлі толық зерттелген жоқ. Сондықтан мен алмаймын дейтін өзінің жауабын айтқан болатын. Ал енді осы мына дүкенде қызмет ететін біздің тағы да бір жастың пікірін тыңдайық. Ол қандай пікір айтады екен, соны тыңдау үшін бейнероликке назар аударсақ. Былтырдан бері қарай елімізде COVID-19 вирусы шыққаны бәрімізге мәлім. Ал енді қазір сол вирусқа қарсы екпе егуге сіздің көзқарасыңыз қандай? Саламатсыздар, жалпы бізде бұл COVID-19 вирус ауруы бізде ағымдағы жылдың наурыз айынан бастаған болатын. Сол уақытта бір өтпелі кезеңде бірталай жағдай болды, яғни ауырдық, иіссезбедік, дәмсізбедік. Сол уақытта бізге керекті дәрі-дәрмекті, яғни керекті екпелерді мен білмедім өз басым. Шыны керек, отбасымда ауырды, не салғам, не қолданам деген сияқты қандай көрсетілімдер бар. Мен бұл екпеге қарсы емеспін. Неге? Өйткені себебі менің алдағы да осындай жағдай болатын жағдайда маған ешқандай кепілдік бермейді. Сол себептен мемлекет уәде етіп тұрғандықтан мен бұл екпені алуға қарсы емеспін. Біріншіден өзімнің денсаулығым, екіншіден отбасымның денсаулығы. Яғни осы екпені жалпы осы екпе мемлекет тарапынан не берілген маңызы бар. Яғни бұл ковидке қарсы деген. Сондықтан мен қарсы емеспін ешқандай. Сіздің жауабыңыз қарсы емессіз. Рахмет. Міне дүкенші қыздың сіз жауабын тыңдадыңыздар. Мен бұдан бұлай қарай, мен тағы да науқастанатын болсам, мен өзіме де кепілдік бере алмаймын. Сондықтан мен вакцинаны алуға мүлдем қарсы емеспін дейтін пікірді айтып отыр. Енді осы орайда біздің жаңағы өзіміздің тобымызда да қазір енді куратор сағатының барысында айтатын болады. Вакцина алуға қарсы емес, біздің тобымызда да студенттер бар екен. Ал енді сол студенттерімізге де бір жәрдемі тиіп қалар. Осы ковидке қарсы вакцинаны алған жаңағы дәрігерлер, жергілікті тұрғындар бар, біз солардың да пікірін сұраған болатынбыз. Енді барлығымызға белгілі алдыңғы кезекте осы ковидке қарсы вакцинаны дәрігерлер мен мұғалімдер алып бастайды дейтін сіз жақсы хабарды білесіздер. Өйткені дәрігерлер мен мұғалімдер ол аудиториямен көп жұмыс жасайтын адамдар. Сондықтан олар бірінші кезекте алуы тиісті. Осы орайда ковидтің вакцинасына қарсы 2 кезеңі өткен болатын. Сол 2 кезеңді бірдей қабылдаған дәрігер мен қарапайым халық туралы түсірілген бейнероликке тағы да назар аударайық.
мына арада Оразақы Алтынбек қызы Мейірбеке осы өзінің жауабын айтады. Саламатсыздар ма? Менің есімім Оразқа Алтынбек қызы, 2-ші қалалық емхананың дәрігер эпидемиологы. Мен ковид қарсы вакцина алдым. Яғни бізде 1-ші ақпан айынан бастап 1-ші кезеңі басталады. Бұл кездегі вакцинаны алдым, және 2-ші кезеңі 22-ші ақпан айынан бастап алынады. Вакцина алғаннан кейін менде шамалы ауырсынулар болды, яғни местный реакция болды. 2-ші этапында ауырсыну болған жоқ. Вакцина алу бұл қауіпті емес. Сондықтан біздің қалалық 2-ші емхананың медицина қызметкерлері вакцина алып жатыр. Міне бұл кісінің де пікірін тыңдадық. Кеше ғана біздің факультет бойынша өзімізбен бірге жасайтын бір қызметкер адам, бірінші адам біздің факультет бойынша вакцинаны қабылдады. Енді осы бүгін сіздерге әдейі қарапайым халық қандай пікір айтады? Біреу қабылдамаймын деді, біреу жақсы мен қабылдадым деді. Қабылдап алғандарды да тыңдадық. Осыған қатысты қымбатты студенттер, Аяулым менің әріптес модераторым сіздерге сөз кезегін береді. Аяулым. Құрметті студенттер, вакцина және біз тақырыбы бойынша енді өздеріңіздің ойларыңызды айтып, пікірлеріңізді тыңдасақ дейміз. Мысалы, мен алдымен өзімді айтып өтетін болсам, мен жыл сайын тұмауға қарсы вакцина аламын. Оның зиянын емес, қайта пайдасын көремін. Себебі иммунитетімді көтереді. Ағза белгілі бір ауруға тап болған жағдайда вируспен қарсы күреседі, яғни иммунитетімді көтеріледі. Ал сіздердің ойларыңызша COVID-19 вирусына қарсы вакцинация жасатуға деген көз қарастарыңыз қандай? Өздеріңіздің ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Жақсы, студенттер, сіздерге кезек берейік. Сіздер қалай қарайсыздар? Сіз дайынсыз ба? Ойымды айта өтсем болады ма? Жалпы вакцинаны мен осы адам организмін әртүрлі аурулардан сақтау үшін қорғаныш ретінде алдын алу мақсатында егілетін екпе деп түсінемін. Осы уақытқа шейін аяулым айтып кеткендей, тұмауға қарсы екпені алып, оның жақсы әсерлерін байқап жүрдік. Ал осы ковидке байланысты екпені мен өзім 2 түрлі көзқарастамын. Себебі ол атап өткендей, жаңадан белең алып жатқандықтан халық оны әлі алуға басым көпшілігі қорқады деп ойлаймын. Оны әр адам организм әртүрлі қабылдайтын болғандықтан түбегейлі қарсымын немесе келісемін деп әлі пікір айта алмаймыз. Жақсы, рахмет. Мен айтып кетсем бола ма? Жақсы, Қуат. Бізде жалпы жұмыста, мекемеде жалпы енді алу үшін енді біз жалпы арнайы дайындалып жатырмыз. Себебі бізге ауданда басталған жоқ екпе. Негізі мен жалпы қарсы емеспін. Себебі неге? Вакцина бұл енді бұрыннан жаңағы шешек, оба, туберкулез ауруларынан сақтап, қаншама халық қырылып жатқан кезде оба ауруларынан әйтеуір аман қалып қойған осы бір екпелердің бірі ғой. Сондықтан мүмкін осы ковидтен де аман алып қалар деген ойдамыз. Әрине бұл бір Алланың қолындағы, біздің өлеріміз өлместі. Дегенмен әйтеуір аурудан аман болу үшін, деніміз сау болу үшін мүмкін қорықпай осындай қадамға бару керек екенін айтқым келеді. Себебі енді әрине халықтың қорқатыны ковидтің басталғанына да 1,5 жыл уақыт болды. Дегенмен осыншама тез уақыттың ішінде вакцинаны да дайындала қоюда бір көңілге бір селкем туғызады. Себебі ол сразу дайындалудың өзі қиын нәрсе ғой. Дегенмен әлем елдері, қаншама дамыған елдер миллиондаған халқын осы вакцинаға егіп жатқан кезде біздің Қазақстан неге үндемей отыру керек деген нәрсе ғой. Себебі сен ертеңгі күні міне айтып жатыр ғой, вакцина алмаса ертең шетелге оқуға да шыға алмайды, қажылыққа да бара алмайды, саяхатқа да шыға алмайды. Ертең осындай әйтеуір енді әлі шешілген жоқ, жыл сайын алына ма вакцина. Дегенмен әйтеуір бір вакцина алған уақытта біз әйтеуір жаңағы дәрігерлерге сеніп, ақхалаттар дайындаған ақхалат абзал жандарға сене отырып, мен өз басым вакцинаны алуға қарсы емеспін. Рахмет, Қуат. Студенттерге бір мәлімет бере кетейін. Дос Қуат біздің топтың студенті, Байғанин аудандық газетінде және қазіргі таңда журналист болып қызмет етіп отыр. Сондықтан өзімнің жаңағы ұжымымен бірге алуға қарсы емеспін деп баста айтқан пікіріне сіздерге түсінік бере кеткім келіп отыр. Жақсы, студенттер, сөз кезегін әрі қарай жалғастырайық. Айтсам болады ғой.
Таяқтың екі ұшы болған секілді салынған екпенің де пайдалы және зиянды жағы болады. Біріншіден пайдалы жағын алып қарайтын болсақ, екпе организмдегі микробтарды жойып қана қоймай, ауруды алдын алу мақсатында қауіпсіздік шара ретінде қолданылады. Ал екінші зиянды жағын алып қарайтын болсақ, екпе салғаннан кейін адамда өзін жайсыз сезіну, болмаса қызуының көтерілуі, жүректің айнуы секілді белгілер орын алған жағдайда, ондай кезде дәрігерлердің көмегіне сүйенген жөн. Қазіргі кезде қоғамдағы вакцина салдыру мәселесіне қатысты жеке ойым, мен жалпы екпе салдыруға қарсымын. Жақсы. Мен айтсам болады ма, апай? Жақсы. Алдымен қайырлы күн. Белгілі бір тарапты алатын болсақ, жаңа Аружан дұрыс айтып кетті. Таяқтың екі ұшы бар. Ең бірінші, енді біздің заманымызда, біздің Қазақстанда алып қарайтын болсақ, қазіргі таңдағы екпе алу, вакцина алу өте бір жақсы жағдайда дамыған дегенге мен келіспеймін. Жаңа бір Қуат өзінің сөзінде айтып кетті, басқа елдер алып жатқан кезде неге Қазақстан алмайды? Басқа елдер мен Қазақстанды салыстыруға өте бір қате пікір секілді. Себебі вакцинаны дайындау барысында жаңа видеороликте көргеніміздей 2 айдың ішінде ғана вакцина дайын болған. Тіпті сол нәтижесін, ал басқа жерлерде, басқа кездерде вакцина 1 жыл бұрын, 2 жылдан бұрын астам дайындалады еді. Осының өзі бір адамның жүрегінде бір күдік туғызатын секілді. Себебі әлем болып күресіп жатқан ауруға 2 ай ішінде дайын болған екпені салдырту бір жағынан өзіміздің ішімізде де бір қорқыныш бар секілді. Мен де қазіргі таңда бір адам көп жүретін жерде жұмыс істеймін. Біздің тараптан да екпе алу керек, барлығымыз бірде аламыз деген тарапқа да бөлінді, екі тарапқа да бөлінді біздің жұмыс. Бірақ мен вакцина алуға қарсымын. Себебі қазіргі таңдағы адамдардың, жаңағы мұғалімдер болсын, нелер болсын, тіпті біздің өзімізде бізге мынандай бір бұйрық келді. Егер де сіздер вакцина алмайтын болсаңыздар, белгілі бір тарапта мемлекеттік жұмысқа қабылданбайсыздар. Яғни мемлекеттік жұмыста пенсионный фонд төленетіндей жұмысқа сіздер кірмейсіздер. Ал осы вакцинаны алмаған адам алдағы уақытта сол жұмыстарды істей алмайды дегенді келтірді. Қатысып отырған студенттерімізді де, қонақ студенттерімізді де тыңдасақ. Айша Қаратаевна, өзіңіз қандай ой пікірдесіз? Егер қатысып отырған студенттер пікірлерін білдіретін болса, сіздерге де рұқсат. Апай, микрофон. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, өте жақсы ауқымды тақырып көтеріп отырсыздар. Өмірімізге біздің тікелей байланысты, денсаулығымызға. Сондықтан да мына студенттердің бірі вакцина салдыруға келсе, екінші бірі келіспей отыр, әркімнің өз ойы бар дегендей. Мен де өзімнің ойым, әзірге өзім вакцина қабылдауға дайын емеспін. Жаңағы мына жерде студенттердің дәл атын жаттап қоя қойған жоқпын, дегенмен бір сөзбен айтқанда мен уже өз ойымды жеткіздім деп ойлаймын. Оған бірден бір себеп жаңағы әлі мүмкін вакцинаға сенбей тұрмын, екіншіден өзімнің де денсаулығыма әлі сенбей тұрмын. Әйтеуір жасымды шамалап қартайдым демесем де, жас жете келе әр нәрседен қауіптенеміз, денсаулық қай нәрсені көтере бере алмайды. Бұрынғыдай жас энергия жоқ, сондықтан да мен әлі ойланудың үстіндемін. Дәл өзім күнге дейін қарсы болып келдім, бірақ әртүрлі ойлар студенттердің ой салып отырғандай тағы да ойланыңқырауым керек болып тұр. Түсінікті, жақсы, рахмет. Тағы да студенттер ойлана тұрсын. Мен енді тағы да бір естіген бір пікірімді айтып кетейін. Біз облыс бойынша барлық әріптес мұғалімдермен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Мен өзім 6-шы мектепте жұмыс жасайтын мұғалімдерден де сұрадым, олардан да бейне ролик түсіріп беруін өтінген болатынмын, бірақ үлгере алмай қалдық. Олар мектеп басшылығынан бастап, мектептің 50% өз еріктерімен қабылдаған. Бірақ жастары менімен қатарлас, менің группалас мұғалімдерім сол мектепте жұмыс жасайды. Олар ерікті түрде өздері бас тартқан, оларға салмақ салмаған. Жоқ, сіз жаңағыдай пенсионный фонд сізде тоқтайды, тағы да
басқа нәрсе деп айтқан жоқ. Біз өз еркімізбен бас тарттық. Біз сол жастар ғана қабылдады дейтін пікірді тағы да айтқан болатын. Ал тап өз көзқарасыма келетін болсам, бұған дейін үзілді кесілді қарсы болсам, қазір менде екіұдай ой пайда болды. Жаңағы әдейі ковидке қарсы вакцина алған апайымызды да бақылайық, басқалардың жағдайы қандай болады дейтін секілді ой менде жайлап туа бастады. Сіздердің пікірлеріңіз қалай? Тағы да бір-екі студентке сөз кезегін берейік, біз уақытты да қарайлап отырмыз. Жақсы. Мен айтатын болсам, екпе ол қандай аурулардың алдын алады және екпеден кейін қандай асқынулар болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сүйенетін болсақ, вакцина егу ол халық денсаулығын сақтауға, ұлт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстардың бірі. Ол полималит, туберкулез, дифтерия, көкжете, сіреспе, оба, іш сүзгі, төлерме, сібір жарасы, күйдіргі секілді аурулардың алдын алады және одан кейін қандай асқынулар болуы мүмкін. Екпеден кейін жергілікті жалпы адамда реакциялар тудыруы мүмкін. Оның 5% 38 градусқа дейінгі дене қызуының көтерілуі, жөтелу фактілері және де 1% тұмау және де осы екпеден кейін 25-70% адам қайтыс болған. Полималититтен 100% адамдар өліп кеткен және де адамдардың 30% сау болып, әлі күнге дейін сау болып жатыр деген мәліметтер тіркелген. Жақсы, бұл жалпы мәліметтер барлығымызға да таныс қой деп ойлаймын. Уақытымызды тиімді пайдаланып, өз көзқарасымызды, өз пікірімізді айтып отырайық. Және біздің тағы да бір бейне ролигіміз бар, соған назар аударсақ деймін. Уақытымызға байланысты тағы да пікірімізді айтуға мүмкіндік болса, онда тағы да қосыламыз. Мына бейне бас дәрігеріміздің бірі, бұл Әбдікәрімова Замзагүл Закира қызы. Дәрігер кеңесі бізге не айтады, соны тыңдасақ деймін. Пайдасы қарсы жұқпалы ауруға салынған вакциналар осы ауруларды тоқтатты деп ойлаймыз. Олар соларға қарсы иммунитеті қалыптасып, аурушаңдық азайды, өлім жітім азайды деп есептейміз. Ал енді зиянына келетін болсақ, бұл вакцинаның бізге зияны бар деп айта алмаймыз. Өйткені біз осы көп ауруларды осы вакцина арқылы тоқтатып отырмыз. Бұның жаңағы халықтар арасында діни ағымда жүрген адамдар бұның көп зияндығын айтып жатады. Бірақ та біз бұл ауруларға қарсы тұру үшін осы вакцинаны алуға тиіспіз. Жақсы, бұл кісінің де пікірін естідік. Яғни, бұл арада маған ойыма ой салған нәрсе, бұл ауруға жол бермеу үшін ең бірінші адам өзінің иммунитетін түсірмеуі қажет. Салауаттылық жағдайда өмір сүруін міндетті түрде үнемі қалыпты жағдайда ұстауы керек дейтін ойды түйдім. Ал студенттер, сіздер осымен бүгінгі сағатымызда аяқталуға жақындап келе жатыр. Қандай ой түйдіңіздер? Тағы да бір-екі студенттің пікірін тыңдасақ. Салауатты өмір сүру үшін не істеуіміз қажет? Жалпы кез келген адамның ағзасы ауруға жол бермеу үшін оның организмі, дені сау болу керек. Осы жағдайда біз қандай өмір сүруіміз керек? Иә? Гүлназба айтайын деп отырған? Микрофон. Жақсы? Иә, айтыңыз. Дұрыс айтасыз. Биылғы неде айтты осы COVID-19 осы пандемия осы Қазақстанға тараған кезде айтты ғой, иммунитеті жоғары адамдар қана осы ауруға төтеп бере алады. Шынымен де сондай жағдай болды. Кімнің басқа аурулары болды, ол адамдар өкінішке орай, әрине, ал басқалардың иммунитеті мықты, сондай денсаулығы мықты адамдар бұл ауруды жеңіп шықты. Дәл солай секілді. Біреу алам дейді, біреу алмайым дейді, бірақ кез келген нәрсені ойлағанда ең бірінші біз деген анау алды деп айтты, мынау бізге салдыру керек деген емес, ең бірінші біз өзімізді денсаулығымызды ойлауымыз керек. Себебі денсаулықты я ақшаға да сатып алмаймыз, я болмаса біреу бізге денсаулықты сыйға бере алмайды. Денсаулық бізге берген Алланың сыйы секілді. Сондықтан денсаулығымызды сақтайық, деніміз сау болсын, осы аурудан, ковидтен аман есен құтылайық. Рахмет. Тағы да
Пікір айтушылар бар ма? Апай, менің де естіген бойынша, менің жеңгелерім бар, тоже больницада істейді. Естедіңіз? Дәрігер болып. Көбіне көп вакцина 6 айға дейін өзінің ешқандай несін білдірмейді, минус жағын білдірмейді былай айтқанда. 6 айдан кейін адамның ішкі органдары кете бастайды дегеннен кейін, мен де и менің отбасым да вакцина салдыруға қарсымыз. Былай айтқанда көбісі отказ берді отбасымызбен. Сондай жағы бар. Түсінікті болды. Жақсы. Бүгінгі уақытымыздың өзі 40 минутқа шектелгеннен кейін, міне 2 минуттай ғана уақыт қалды. Бүгінгі сабақтан біздің бір түбегейлі мәселені түп тамырымен әрине шеше қойған жоқпыз. Вакцинаны қазір аламын, немесе тіпті екідай түрде ойда отырғандарымыз да бар. Қалай болады екен деген сияқты түбегейлі шешу мүмкін емес. Дегенмен де ең бастысы біз жоғарыда айтып өткеніміздей денсаулығымызды сақтауға, салауатты өмір салтымен өмір сүруге, үнемі спортпен айналысып, немесе адам ағзасына жағатын 4 түлік малдың пірі айналған, мәселен жылқы малының, сау малының қымызын ішуге барынша күш салып, көбінесе жастар, студенттер мынау энергетикалық сусындарға ақша кетіріп, соны жиі алып жатады. Оның орнына қымыз алып ішетін болсақ, біздің ағзамызға әрине анағұрлым пайдасы өте зор. Сондықтан біз барымызша деніміздің сау болуы Алланың қолында, және ол өзіміздің қолымызда. Отбасымыз аман болсын, денсаулығымыз дін аман болсын. Бүгінгі тақырып ойға ой салып, бір пікірді қалыптастыруға кішкене болса да өзіндік үлесін қосса, біз мақсатымызға жеттік дейміз. Біздің куратор сағатына қатысқан Ағайша Қаратаевна, 2 шет тілі мамандығының студенттеріне, қазақ тілі әдебиеті білім бағдарламасы 201 топтың студенттеріне, өзімнің әріптес модераторым Мақтымханова Аяулымға көптен көп рахмет айта отырып, куратор сағатын аяқтаймыз. Бүкіл мәлімет әлеуметтік желілерде YouTube каналында жарияланады, сілтемесін сіздерге жіберетін боламын. Сау болыңыздар. Көп рахмет сіздерге, көп информация алдық. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.